Баршаңызға сәлем. Бүгін 87-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы 75 бөлу 15 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу. Бұл сабақта 75 пен 15-тің бөлімді түріндегі ауызша бөлуді орындап үйренеміз. Бірінші есеп. Тиімді тәсілмен есептеп, жауабын табыңдар. Бұл қандай мүсін екенін анықтаңдар. Бұл мүсіндерді мына өрнектерді есептеп мәнін тапсақ, мына қайсысының мәні мынаған дұрыс келсе, ежелгі тас мүсіндер болады. Ал қайсысының мәні 90, 80, 210 болатын болса, бұл қазіргі замандағы металдан жасалған мүсіндер болады. Бірінші қазіргі замандағы металдан жасалған мүсіндерді таптық. Бұл есептеп шықтық. 7-ні 6-ға көбейтсек, және оны 5-ке көбейту керек. Өзімізге тиімді болған тәсіл бойынша есептедік. Бұл жерде 6 мен 5-ті жақшаға алып жазамыз. Көбейтуді 6-ға 5-ті көбейтсек 30 болады. 30-ға 7-ні көбейтетін болсақ 210. Бұл Малайсарының ескерткіші Павлодарда орналасқан. Одан кейінгісі 8 көбейту 5 көбейту 2 екен. Бұл жерде біз жақшаның ішіне 5 пен 2-ні аламыз. Бұл 10-ға тең болады көбейтсек. Енді 10-ды 8-ге көбейтсек 80. Бұл әлем мен Мәншүктің ескерткіші екен. Алматыда орналасқан. Және 5 көбейту 9 көбейту 2-ні бірінші жақшаның ішіне 5 көбейту 2 деп жазып, одан кейін 9-ға көбейтеміз. 5-ті 2-ге көбейтсек 10, оған 9 көбейтсек 90 болады. Бұл Шоқанов Әлихановтың ескерткіші Алматыда орналасқан. Бұлар қазіргі замандағы металдан жасалған мүсіндер. Кейінгісі 8-ді 4-ке көбейтіп, оны 5-ке көбейтуіміз керек. Біз бұл жерде 8-ді жақшаның сыртына шығарып, 4 көбейту 5-ті жақшаға аламыз. Бірінші 4-ке 5-ті көбейтеміз. Бұл 20 болады. Оған 8-ді көбейтсек 160. Одан кейінгісі 4 пен 6-ның көбейтіндісін 5-ке көбейтуіміз керек. Бұл жерде көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып, 4 пен 5-ті жекеше жақшаға алып жазамыз. 4-ті 5-ке көбейтсек 20, оған 6-ны көбейтетін болсақ 120. Кейінгісі 5 көбейту 9 көбейту 6 еді. Бұл жерде 5 пен 6-ны жақшаға алып, 9-ға көбейтеміз. 5-ке 6-ны көбейтсек 30, оған 9 көбейтсек 270. Бұлар қазақ даласындағы балбал тастар. Бұлардың барлығы ежелгі тас мүсіндер екен. Екінші есеп. 36 бөлу 12 өрнегінің мәнін тап. Ол үшін 12 санына көбейткенде 36 шығатындай сан таңдап ал. 2 көбейту 12 тең 24. 2 саны сәйкес келмейді. 3 көбейту 12 тең 36. Яғни ізделінді сан 3 екен. Демек 36-ны 12-ке бөлсек 3. Өйткені 3-ті 12-ке көбейткенде 36 болады. Бөліндінің мәнін тез таңдау үшін бөлгіштің соңғы цифрына назар аудар. Көбейту кестесіндегі бөлгіштің бірлігіне тең санды есіңе түсір. Көбейткен кезде бөлінгіштің соңғы цифры шығатындарын ғана таңдап алу қажет. Екінші есептің әсі бөліндінің мәнін таңдап алу тәсілімен өрнектің мәнін тап. Демек, үшінші есепте осыны көрсеткен. 36-ны 12-ке бөлгенде 3 болды. Яғни таңдап алу тәсілімен пайдаланды. 3-ті 12-ке көбейтіп тексеріп көреміз. Бұл 36-ға тең. Енді әсінде бірінші 68-ді 17-ге бөлуіміз керек екен. Бұл таңдап алу тәсілімен таңдадық. 4 алдық. 68-ді 17-ге бөлсек 4 екен. Ал енді оны тексеріп көретін болсақ 4-ті 17-ге көбейтсек 68. 92-ні 23-ке бөлсек 4. Бұнда да 4 болады бөліндінің мәні. Ал оны тексеріп көреміз. 4-ті 23-ке көбейтсек 92. 65-ті 13-ке бөлсек 5. 5-ті 13-ке көбейту арқылы тексереміз. Бұл 65-ке тең. 75-ті 25-ке бөлсек 3. 3-ті 25-ке көбейтіп тексереміз. Бұл 75-ке тең. 50-ді 25-ке бөлсек 2. 2-ні 25-ке көбейтіп тексереміз. Бұл 50-ге тең. 84-ті 21-ге бөлеміз 4. 4-ті 21-ге көбейтсек бұл 84. 64-ті 16-ға бөлсек бөліндінің мәні 4-ке тең. Оны көбейту арқылы тексереміз. 4-ті 16-ға көбейтсек 64. 45-ті 15-ке бөлсек 3. 3-ті 15-ке көбейтіп тексереміз. Бұл 45-ке тең. 78-ді 26-ға бөлсек бөліндінің мәні 3-ке тең. Оны көбейту арқылы тексереміз. 3-ті 26-ға көбейтсек 78-ге тең болады. Үшінші есеп. 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу алгоритмін қараңдар және түсіндіріңдер. Есептеңдер, есептеуді тексеріңдер. Демек, 78-ді 13-ке бөлуіміз керек. Бұны бөлудің бірінші тәсілі, бөлу алгоритмінің бірінші тәсілі. Бірінші таңдап алу тәсілі бойынша 2-ні аламын.
2-ні алып 2-ні 13-ке көбейтіп көреміз. Бұл 26-ға тең. Демек, бұл сәйкес келмейді екен 2. Енді 3-ті алып көреміз. 3-ті аламын. 3-ті 13-ке көбейтеміз. 39 болады. Бұл да сәйкес келмейді. 4-ті аламыз. 4-ті 13-ке көбейтсек 52. Бұл да сәйкес келмейді. 5-ті аламыз. 5-ті 13-ке көбейтсек 65. Бұл да сәйкес келмейді. 6-ны аламыз. 6-ны 13-ке көбейтсек 78. Демек, бұл дұрыс екен. Демек, жауабы 6 екен. Енді екінші тәсіл. Бөлінгіштің соңғы цифры бойынша бөліндін іздеймін. Бұл жерде бөлінгіштің соңғы цифры 8-ге тең. Демек, 3-тің көбейту кестесін есімізге түсіреміз. Бұл жерде 3-тің көбейту кестесінде қай санға көбейткенде соңғы цифры 8-пен аяқталатынына мән беруіміз керек. Соңы 8 цифры болатын жауапты табамын. Бұл 6 екен. 6-ны 3-ке көбейтсек 18. Енді тексеремін. 6-ны 13-ке көбейтеміз 78 болады. Демек, жауабы 6. Үшінші есептің әсі 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу алгоритмін құрастыр. Есептеп дұрыстығын тексер. 56-ны 14-ке бөлеміз. Бұл жерде таңдау тәсілі бойынша аламыз. Бірінші 2-ні аламыз. 2-ні 14-ке көбейтсек 28. Дұрыс келмейді, сәйкес келмейді. Енді 3-ті аламыз. 3-ті 14-ке көбейтсек 42. Демек, 3-те сәйкес келмейді. 4-ті аламыз. 4-ті 14-ке көбейтсек 56. Демек, 56-ны 14-ке бөлсек, бөліндінің мәні 4-ке тең екен. Біз бұны бірінші тәсіл бойынша алдық, таңдап алу тәсілі бойынша. Кейінгісі 46-ны 23-ке бөлеміз. Таңдап алу тәсілі бойынша, бірінші тәсіл бойынша пайдаланамыз. 2-ні аламыз бірінші. 2-ні 23-ке көбейтсек 46. Демек, 2 сәйкес келді. 46-ны 23-ке бөлсек 2 екен. 39-ды 13-ке бөлеміз. Бірінші 2-ні аламыз. 2-ні 13-ке көбейтсек 26. Бұл сәйкес келмеді. Енді одан кейінгі санды аламыз. 3-ті аламыз. 3-ті 13-ке көбейтсек 39. Демек, 3 саны сәйкес келді. 39-ды 13-ке бөлсек, бөліндінің мәні 3-ке тең екен. Төртінші есеп. Мәні бірдей өрнектерді тап. Тура теңдіктер жаз. 60-ты 15-ке бөлсек, таңдап алу тәсіл бойынша аламыз. Бұл 4-ке тең. 78-ді 13-ке бөлсек 6. 54-ті 18-ге бөлеміз. Бұл 3-ке тең. 98-ді 14-ке бөлсек 7. Енді осыған қарап орындаймыз. 980-ді 14-ке бөлсек 70 болады. 600-ді 15-ке бөлсек 40. Ал 780-ді 13-ке бөлсек 60, 540-ды 18-ге бөлсек 30-ға тең. 540-ды 180-ге бөлсек 3, 980-ді 140-ға бөлсек 7, 600 бен 150-дің бөліндісі 4-ке тең, 780 мен 130-дің бөліндісі 6-ға тең. Енді осы жерден біз мәні бірдей өрнектерді табамыз. Бірінші 60-ды 15-ге бөлсек 4 еді ғой. Енді осы мәні 4-ке тең болған өрнекті табатын болсақ, бұл 600 бен 150-дің бөліндісі екен. Ендеше оны тура теңдік етіп жазып қоямыз. 60 бен 15-дің бөліндісі 600 бен 150-дің бөліндісіне тең болады деп. Кейінгісі 78-ді 13-ке бөлсек 6 екен. Демек, мәні 6-ға тең болған өрнекті табамыз. Бұл 780-ді 130-ға бөлгенге тең екен. Ендеше бұнда тура теңдік етіп жазып қоямыз. 78-ді 13-ке 78 бен 13-дің бөліндісі 780 бен 130-ның бөліндісіне тең деп. Кейінгі өрнегіміз 54 бен 18-дің бөліндісі 3-ке тең екен. Дәл осы бөліндінің мәні 3-ке тең болған өрнекті табамыз. Бұл 540 бен 180-ның бөліндісі екен. Ендеше жазып қоямыз. 54 бен 18-дің бөліндісі 540 бен 180-ның бөліндісіне тең деп. Кейінгі өрнегіміз 98 бен 14-дің бөліндісі 7-ге тең екен. Демек, мәні 7-ге тең болған өрнекті табамыз. Бұл 980 мен 140-дің бөліндісі 7-ге тең екен. Демек, екеуіні тең деп сәйкестендіріп жазып қоямыз. 98 бен 14-дің бөліндісі 980 мен 140-дің бөліндісіне тең болады. 5-ші есеп. Сен мүсіндер бейнеленген фотосуреттерді альбомдарға орналастыруың керек. Тапсырманы орында. Демек, мына жерде кесте берілген. Кестеде фотосуреттердің саны берілген және альбом бетіндегі орын саны берілген. Біз бұл жерде альбом бетінің саны, яғни осы фотосуреттерді неше альбом бетіне орналастыруға болатынын және қалған суреттерді табуымыз керек. Ол үшін фотосурет санын альбом бетіндегі орын санына бөлеміз. Яғни 68-ді 7-ге бөлеміз, 92-ні 9-ға бөлеміз. Демек, 68-ді 7-ге бөлсек, біз
9'dan береміз, оны альбом бетінің санына жазамыз. 9 бұл бөліндінің мәні, ал қалдығы 5 болады. Демек 5 фотосурет артып қалар екен. Бәрін осылай орналастырып барамыз. Кестені сызып дайындап қоямыз да, бірінші бөлу амалын орындаймыз. 68 7-ге бөлсек 9 бөліндінің мәні, қалдық 5 екен. Альбом бетінің саны 9, қалған фотосуреттер бұл 5 екен, жазып қойдым. Альбом бетінің санын қызыл сиямен, қалдықты, қалған фотосуреттерді көк сиямен жаздым. Тексеріп көреміз. 9 7-ге көбейтсек 63, оған 5 қоссақ 68. Екіншісін орындаймыз. 98 9-ға бөлсек 10, қалдық 2 қалады. Тексереміз. 10 9-ға көбейтсек 90, оған 2-ні қоссақ 92. Демек, альбом бетінің саны 10 екен, қалған фотосуреттер саны 2 екен. 35-ті 4-ке бөлеміз, бұл бөліндінің мәні 8-ге тең, ал қалдық 3 болады. Тексерсек 8 4-ке көбейтсек 32, оған 3-ті қоссақ 35 болады. Демек, жазып қоямыз. Мына бөліндіні біз альбом бетінің санына жазамыз, қалдықты қалған фотосуреттерге жазамыз. Демек, бұл жерде альбом бетінің саны 8 екен. Егер ол 4-ден жайғастыратын болса, 8 беті кетер екен де, 3 фотосурет артып қалады. Кейінгісінде фотосуреттердің саны 27 екен, альбом бетіндегі орын саны 5 екен. Енді 27-ні 5-ке бөлеміз, 5 болады да, қалдық 2 болады. Демек, 5 альбом бетіне орналастыруға болады, және 2 фотосурет артып қалады. Одан кейінгісі 18 екен, фотосуреттердің саны, альбом бетіндегі орын саны 4 екен. Демек, бұны неш бетке жайғастыруын білу үшін 18 4-ке бөлеміз, бұл 4 болады, қалдық 2 болады. Тексеріп көреміз. 4-ке 4 көбейтсек 16, оған 2-ні қоссақ 18. Демек, 4 альбом бетіне орналастыруға болады екен, 2 фотосурет артып қалады. Ең соңғысы 31, фотосурет саны 31 екен, альбом бетіндегі орын саны 3 екен. Біз альбом бетін табу үшін 31-ді 3-ке бөлеміз, бұл 10 болады, және қалдық 1 қалады. Тексеріп көреміз. 10-ді 3-ке көбейтсек 30, оған 1-ді қоссақ 31. Демек, бұл жерде 31 фотосуретті альбомның 10 бетіне жайғастыруға болады екен, және 1 фотосурет артып қалады. 6-шы есеп. Мүсін жасау үшін шеберге құралдар қажет. Қандай құралдар қажет екенін есептің мәтінінен білесің. А. Бір кескіш 19 теңге тұрады. 95 теңгеге неше кескіш сатып алуға болады? Есептің берілген жазаламыз. 19 теңгеге бір кескіш, 95 теңгеге неше кескіш сатып алуға болатын жазып, шешуін орындаймыз. Бұны табу үшін біз 95-ті 19-ға бөлеміз. Бұл 5 болады. Демек, жауабы 95 теңгеге 5 кескіш сатып алуға болады. 6-шы есептің әсі 20 ілмек үшін 580 теңге төленді. Осындай 9 ілмек сатып алу үшін қанша ақша төлеу қажет? Есептің берілген жазып аламыз. 20 ілмек 580 теңге, 9 ілмек неше теңге екенін табу үшін 580-ді 20-ға бөлеміз. Бұл жерде нөлдер мен нөлдері қысқарады, 58-ді 2-ке бөлуіміз керек. Демек, бұл 29 теңге болады. Демек, бір ілмегіміз 29 теңге тұратын болса, бұл бір ілмектің бағасы 9 ілмек қанша тұратынын табуымыз керек. Ол үшін 9-ды 29-ға көбейтеміз. Бұл 261 болады. Демек, жауабы 261 теңге төлеу қажет. 6-шы есептің Б-сы циркуль 65 теңге тұрады. Бұл бір сызғыштан 13 есе қымбат. Бір циркуль мен бір сызғыш үшін қанша ақша төлеу қажет? Берілген жазамыз. Циркуль 65 теңге екен, бұл сызғыштан 13 есе қымбат дейді. Демек, сызғыш циркульдан 13 есе арзан болып тұр. Екеуі барлығы қанша теңге екенін табуымыз керек. Бірінші біз сызғыштың қанша тұратынын табамыз. Ол үшін 65-ті 13-ке бөлеміз. 65-ті 13-ке бөлетін болсақ, 5 теңге болады екен. Демек, сызғыш 5 теңге тұрады екен. Ендеше екеуіне қанша төлегенін табу үшін циркуль 65 теңге тұрса, сызғыш 5 теңге тұрса, екеуін қосамыз, бұл 70 теңге болады. Жауабы бір циркуль мен бір сызғыш үшін 70 теңге төлеу қажет. 6-шы есептің Б-сы бір ағаш кескіш 19 теңге, ал бір темір кескіш 76 теңге тұрады. Ағаш кескішке қарағанда темір кескіш неше есе қымбат? Берілген жазып аламыз. Ағаш кескіш 19 теңге, темір кескіш 76 теңге екен. Демек, ағаш кескішке қарағанда темір кескіш неше есе қымбат деген сұрақ қойып, есептің шешуін орындаймыз. Ол үшін 76-ны 19-ға бөлеміз. Бұл 4-ке тең болады. Демек, жауабы ағаш
кескішке қарағанда темір кескіш 4 есе қымбат екен. 7-ші есеп, теңдеулерді шеш. Y пен 150-дің айырмасы 700 бен 450-дің айырмасына тең. Бірінші теңдеудің оң жағын орындап аламыз, 700-ден 450-ді азайтамыз, бұл 250-ге тең болады. Сол жағын өзін жазамыз. Енді осы жерден Y-ті табатын болсақ, яғни мына жерде бұл азайғыш болып тұр ғой. Мынау азайтқыш, бұл айырма. Демек, айырмаға азайтқышты қосу керек. Ендеше 250-ге 150-ді қосатын болсақ, 400-ге тең болады. Y-тің орнына осы 400-ді қойып есептейміз. 400-ден 150-ді азайтсақ 250, 700-ден 450-ді азайтсақ та 250. 250, 250-ге тең. Кейінгісі x пен 200-дің қосындысына 13 пен 400-дің қосындысы тең екен. Тағы да оң жағын орындап аламыз. 13-ке 400-ді қосамыз, бұл 413 болады. Енді x қосу 200 тең 413 деп жазып, осы жерден x-ті табамыз. Демек, бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайту керек. 413-тен 200-ді азайтатын болсақ, 213-ке тең болады x-іміз. Енді x-тің орнына 213-ті қойып есептейміз, тексереміз. 213-ке 200-ді қоссақ 413, 13-ке 400-ді қоссақ та 413. 413, 413-ке тең. X пен 80-дің көбейтіндісі 720 мен 9-ның бөліндісіне тең екен. Тағы да теңдіктің оң жағын орындап аламыз. Теңдеудің 720-ға 9-ды бөлетін болсақ 80-ге тең болады. Сол жағын өзін жазамыз. Енді бұл жерден X-ті табамыз. Яғни бірінші көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәніне екінші көбейткішке бөлуіміз керек. 80-ді 80-ге бөлсек 1 болады. X 1-ге тең болса, X-тің орнына 1-ді қойып есептейміз. 1-ді 80-ге көбейтсек 80, 720-ны 9-ға бөлсек те 80, 80-ге тең. Кейінгісі 60 пен Y-тің көбейтіндісі 420 мен 120-ның айырмасына тең екен. Бұл жерде теңдеудің оң жағын орындаймыз. 420-дан 120-ны азайтсақ 300 болады. 60 көбейту Y тең 300 деп жазып, Y-ті табамыз. Бұл жерде екінші көбейткішті табу керек болып тұр. Көбейтіндінің мәніне мына бірінші көбейткішке бөлеміз. Екінші көбейткіш табу үшін, яғни 360-ға бөлеміз. Бұл Y-іміз 5-ке тең болады. Y-тің орнына 5-тің мәнін қойып есептейміз. Сонда 60 көбейту 5 300-ге тең. 420-дан 120-ны азайтсақ та 300-ге тең. 300-ге тең. 8-ші есеп, кесте бойынша өрнектер құр және жаз, олардың мәнін тап. Демек, кестеде бірінші қосылғыш берілген және екінші қосылғыш берілген. Және оның қосындының мәнін табуымыз кереген өрнек құрып. Бірінші берілген мәліметтер бойынша өрнек құрдық. 12 мен 2-нің көбейтіндісіне 310-ды қосамыз. 12-ні 2-ге көбейтсек 24, 310-ды қоссақ 334 болады. Бірінші өрнектің мәні 334-ке тең. Екінші 30 пен 20-ның көбейтіндісіне 45 пен 2-нің көбейтіндісін қосамыз. Бірінші 30-ды 20-ға көбейтеміз, бұл 600 болады. 45-ті 2-ге көбейтсек 90. 600-ге 90-ды қоссақ 690. Екінші өрнектің мәні 690-ға тең. Кейінгі 810 мен 9-ның бөліндісіне 30 пен 2-нің бөліндісін қосуымыз керек. Бірінші 810 9-ға бөлеміз, бұл 90-ға тең болады. Енді 30-ды 2-ге бөлсек 15, 90-ға 15-ті қоссақ 105-ке тең. Бұл үшінші өрнектің мәні 105-ке тең. Кейінгісі 520-ға 24 пен 4-тің көбейтіндісін қосуымыз керек екен. Бірінші 520-ны жазамыз. Одан кейін 24-ті 4-ге көбейтеміз. 24-ті 4-ге көбейтсек 96, 520-ға 96-ны қоссақ 616-ға тең болады. Кейінгісі 160-ға 70 пен 5-тің көбейтіндісін қосуымыз керек. 160-тың өзін жазамыз. Оған 70 пен 5-тің көбейтіндісі 350-ге тең болады. 350-ді қоссақ 510-ға тең. Демек, 5-ші өрнектің мәні 510-ға тең екен. 9-ші есеп, берілген бөлу мен көбейтуді орындаған кезде балалар қалай пайымдады? Ойлан, сәйкестендір. Демек, мына жерде амалдар берілген, көбейту мен бөлу, және мына жерде осының қосылғыштарға жіктелген түрі берілген. Осыларды біз сәйкестендіруіміз керек. Бірінші мән беріп қарайтын болсақ, 140 көбейту 2 екен. Осыны қайсымен сәйкестендірсек болады?
мына асын карайык. 100 косуу 2 көбөйтүү 3 экен. Жакшанын ишин косатын болсак 102 болот. Демек, мына жердеги А өрнегimiz мына 3-чү өрнекпен сайкес келет. Өйткөнү 102 жакшанын ишинде коскондо 102 чыкты го. 102-ни 3кө көбөйтүү мына 3-чү өрнекпен сайкес келет. Калгандарын да солой орундайбыз. Демек, 100 косуу 2 жакшанын ишинде көбөйтүү 3 бул 102-ни 3кө көбөйткенге тең болот. Ягни 102-ни 3кө көбөйтсөк 306. Бул 3-чү өрнекпен сайкес келет экен. Экинчиси Асы. 600ге 20-ны косамыз, бөлүү 2 өрнеги бул 620. Жакшанын ишин коссак 620 чыгат. 620 бөлүү 2. Бул 310га тең. Бул 4-чү өрнекпен сайкес келет. Бсы 100 косуу 40 көбөйтүү 2 бул 140-ды 2кө көбөйтсек 280 болот. Бул 1-чү өрнекпен сайкес келет. Всы 400 косуу 80 бөлүү 4. Ягни бул 480 4кө бөлгөнгө тең. Бул 120га тең болот. Өрнектин мәни және бул 2-чи өрнекпен сайкес келет экен. Енді одан кейингиси Гсы 300 бен 6-нын косындысын 3кө бөлөмүз. 300-ды 6га коссак 306 болот. 306-ны 3кө бөлсөк 102. Бул 5-чи өрнекпен сайкес келет. 10-чы эсеп. Разряддык косулгучтардын косындысын санга көбөйтүү аркылуу эсепте. Бир таңбалы санды 11 101ге калай көбөйтүүгө болатыны тууралуу корутунду жаса. 5-ти 11ге көбөйтөбүз. Бул жерде 11-ди биз 10 мен 1-дин косындысы косулгучтарга жиктейбиз. Ягни 10 мен 1-дин косындысы түрүндө өрнектеп, 5-ти жакшанын ишиндеги ар бир косулгучка көбөйтүп чыгабыз. Биринчи 5-ти 10га көбөйтөбүз. Косуу таңбасын коюп, одан кийин 5-ти 1ге көбөйтөбүз. 5-ти 10га көбөйтсек 50, оган 5 пен 5-ти косатын болсак 55 болот. Одан кийинкиси 5-ти 101ге көбөйтөбүз. 101ди биз 100 бен 1-дин косындысы түрүндө жазабыз. Осундай косулгучтарга жиктеп аламыз. Эndi 5-ти осы жакшанын ишиндеги ар бир косулгучка көбөйтүп чыгабыз. 5-ти 100ге көбөйтөбүз. 500 болот. Және 5-ти 1ге көбөйтөбүз. 5 болот. Экөөгөн коссак 505ке тең. Одан кийинкиси 7 мен 11-дин көбөйтүндүсү, ягни 11-ди биз 11 мен 1-дин косындысы түрүндө жазабыз. Осылайша косулгучтарга жиктеп алып, жакшанын ишиндеги ар бир косулгучту 7ге жеке-жеке көбөйтөбүз. 7-ни 10га көбөйтсек 70, 7-ни 1ге көбөйтсек 7, 70ке 7-ни коссак 77. Ал 7 көбөйтүү 101-ди дал осулай 100 бен 1-дин косындысы түрүндө жазып аламыз. 100 болот, 101 болот. Эndi осы 7-ни ар бир косулгучка көбөйтөбүз. 7-ни 100ге көбөйтөбүз, 700 болот. Косуу таңбасын коябыз. 7-ни 1ге көбөйтсек 7, 700ге 7-ни коссак 707. Кийингисин 9-ду 11ге көбөйтүүтү дал осулай орундайбыз. 11-ди биз 10 мен 1-дин косындысы түрүндө өрнектеп, жакшанын ишиндеги косулгучтардын ар кайсысын 9га көбөйтөбүз. Бул көбөйтүндүнүн мәни 99га тең болот. Одан кийингиси 9 бен 101-дин көбөйтүндүсүн көбөйтөт экенбиз. Бул 101-ди биз 100 бен 1-дин косындысы түрүндө жазып, осы жакшанын ишиндеги ар бир косулгучту 9га көбөйтүп чыгабыз да, улардын мәнин коссамыз, бул 909га тең болот. Осы менен бүгүнкү 87-сабактын барлык эсептери орундалды. Каналга тиркелип лайк басууду унутпаңыздар. Сау болуңуздар.